Сонымен ұстаз қазір күнімізде сондай бір бағдарламалар ашылған, өзіңіз де байқап жүрген шығарсыз ұстаз. Ол жерде әкесі, шешесі рұқсат берілген белгісіз жігіттер, қыздар келіп, бірін-бірі сол жерде кездестіреді. Не бағдарлама? Мысалы, қазір аты шулы қалаулым болып кетті ғой өзі. Иә. Осы жартаңдау мәселесін Дом-2-ның көшірмесі ғой ұстаз. Ана орыстарда Дом-2 деген болушы еді ғой. Тура соның қазақша варианты ғой, былайша айтқанда. Платформа тура солардікіндей. Енді қиын, Алла сақтасын, анау көрсеңіз. Қазір соңғы кезде мынау Инстаграмдағы өзінің тіркелетін адамдар, подписчиктерінің санын арттыру үшін соңғы кездері орамалдағы қыздар, намаз оқитын жігіттер де барып жүр сол жерге да. Енді ана жерде бір-бірімен ұрысады, қырылысады, былапыт сөздер. Енді бір қазаққа бір пайда беретін бағдарлама емес, былайша айтқан кезде. Қазақты бұзбаса, қазақтың жастарын, жасөспірімді бұзбаса, жасөспірімге бір тәрбие беретін бағдарлама емес та. Сол жерге барып жар таңдау мәселесі қалай болады мысалы? Қазір модаға айналып келе жатыр, сол қалаулымға барып, сол жерде бір-бірімен қосылу. Қазақтың өзімізде сөз бар ғой, қызға 40 үйден тыйым деген. Мысалы, сол нәрселерге қарамастан ол жерде бір қыз мысалы жүреді, 40 жігітпен, 10 жігітпен кездесіп, бір-екі күн ойбай үйленем дейді, кейін қарасаң ажырасыпты деп жатады мысалы. Қазір ауылдағы апаларымыз өзі соны отырып көретін дәрежеге келген. Иә. Сол бағдарламаны ойбай таласып жатады, осындай деп. Енді қарайтын болсақ, біздің қазақи деген болмысымызға да, ата-бабамыздың салт дәстүріне де қайшы келетін нәрсе. Жар таңдаған кезде бұрын әке-шешесі пәленшенің қызына үйленесің, пәленшенің ұлына тұрмысқа шығасың деп айтыппенен не қылатын. Қазір әке-шешесі ауылда сол қызын теледидардан қарап отырғанына мәз болып жатыр да. Соған енді өзіңіз қалай насихатыңызды жастарға, өзіміздің намазхан жастарға тағы да сол жерге барып жүрген. Пайғамбар хадисінде айтқан хадис бар да, қоғамда болатын бір нәрсені адамдардан сұрасаңдар, қоғам бәрі дұрыс па дұрыс емес пе десеңдер, дұрыс деп қабылдаса, елдің бәрі халық Алланың алдында дұрыс болып шығады дейді Расулullah. Қоғамнан сұрасаңдар, мына нәрсе болып жатыр, қалай ойлайсыздар? Дұрыс емес қой десе, біліңдер, Алланың алдында дұрыс емес болып шығады дейді. Енді жаңа өздеріңіз айтқан жаңағыдай бағдарламалар, өздеріңізді маман ретінде, оны сарапшылар ретінде айтып жатсыздар. Жалпы енді қарап отырса, ол не мұсылманшылыққа келмейді, не өзіміздің қазақи дәстүрімізге келмейді. Мұсылманшылық жағынан да ешқандай қыз бала ер азаматты іздеп, ондай көшеге шығып, өзін жарнамалап, ондай жоқ. Ол дұрыс емес. Қазақи өзіміздің дәстүріміз алып қарасақ та, ешқандай біздің қазақ дәстүрімізде, не тарихымызда ондай болған емес. Yani қыз бала өзін жарнамалап, былайша айтқан кезде маған жігіт керек деп, ол өте ар ол. Қазақ не дейді? Малым жанымның садақасы дейді. Жаным арымның садақасы деген. Yani арлы нәрсеге тіпті керек болса жанын беруге дайын болған ата бабаларымыз. Бұл өте арлы мәселе. Бұл енді мен ойлаймын, мына қоғамда жүріп жатқан дерттің бұл енді нәтижесі бұл. Бұл нәтиже. Қазір көпшілігіміз сол себеп салдарды, себептен бұрын салдармен күресіп кеттік. Yani елдің бәрі бір жерден жаңағыдай нәтижені көріп тұрмыз, сонымен күресіп кеттік. Бірақ мен ойлаймын, ол нәтижемен күресудің қажеті жоқ. Бұл қазір біздің деңгейімізді көрсетіп тұр. Бұл жерде көп адамдар кінәлі. Ол қыздың ортасы, оның ата-анасы, оның ағалары, туыстары бәрі кінәлі. Қоғам кінәлі, оның бәріміз кінәліміз. Yani біздің жастарымыз сондай арсыздыққа барып жатыр. Қазір барып алып, оның жағасынан алып, сендер неге сөйтесің деудің өзі мен ойлаймын керек емес секілді. Бәлкім осы дерттің себебімен күресу керек бәрімізге. Себебі сол тәрбие. Тәрбиеден, отбасынан бастау керек ол нәрсені. Жарайды, ол арына жауылып қалғанмен, сол жерге арсызданып барып тұрған жаңа қара көздеріміз ертең басқаша жолымен де сол жалғастыра береді бұл шоуларын. Қазір міне біз үшеуміз отырып талқылағанымызбен, ол былайша айтқан кезде бір жерден бір шихан шықса, оны бинтпен ойлап тастағанмен ол шихан жоқ болып қалды деген нәрсе емес қой. Сен жай үстін бүркеп тастадың оны. Бір ашып қалсаң ішінде ол жарылайын деп тұр ғой әлі. Сол үшін ол қоғамдағы дерттің ол көрінісі деп мен ойлаймын.
Бәлкім біз бұл жерде ол жастарды мен емес, соның артында тұрған анау тәрбиелеген адамдармен көбірек насихаттау керек секілді. Және Алла Тағаланың аяты бойынша біз оларды ғибрат ретінде көріп соны, енді әрқайсымыз қыздарымызға, туыстарымызға соны жан айқайлап жеткізу керек секілді. Ал әрине өздерің айтып тұрғандай, оны дәл солай жарнамалау ол дұрыс емес. Жаңа айттым ғой, не дін саласына келмейді, не қазақи дәстүрімізге келмейді. Тіпті жігіттердің өзі олай айқайлап, маған жар керек еді деп шығуға болмайды. Бәлкім ол шариғат бойынша, егер ол жерге Алла біледі, онда қандай ниетпен келіп тұрған жігіттердің өзі. Шариғат бойынша ол әлі үйленетін ниет жоқ негізі. Биылғы планында жоқ болса, көре берейін, қандай қыздар келеді екен десе, оған харам болады. Яғни қыз балаға арам оймен қарап отыру ана жерде, ол харам болады. Қыздарға да сол. Келіп алып, әлі тұрмысқа шығатын несі жоқ, бара берейін енді, шоу қойын десе, оған да харам болады. Шариғатта рұқсат береді, жігіт пен қыздың шын екеу ниет болған кезде жігітке рұқсат береді, қызды сыртынан бақылап, яғни жар таңдауға рұқсат береді. Шынымен үйленейін деп айтқан жігіт бірақ ол. Орысша айтқан кезде бірнеше варианттарды ұсынды адамдар сыртынан. Ол қыздың сыртынан білдірмей бақылауға соған ғана рұқсат береді. Бірақ ол жігіттің жанында досы бар екіншісі. Ол үйленіп қойған жігіт, немесе үйленуге әлі ниеті жоқ болса, оған харам болады. Анан көріп тұрған қызына ол да қарауға. Бұл жерде не шықты? Демек, осы нәрсені көбірек жеткізуіміз керек қара көздерімізге. Оның ішінде жаңағы Жанболат бауырымыз айтқандай, орамалдағы қыздарымыздың барған тым ұят болды енді, шыны керек. Мен мұсылманмын. Ол орамал деген ол Құран ол. Оның Алланың шариғаты ол. Ғұламалар айтқан, кей жағдайларда әйел кісілер ер адамдардан озып кететін амалдың бірі осы орамалды айтқан. Өйткені кәдімгі сақалымызды алып тастап, тақиямызды шешіп, спортивканы киіп алып көшеде жүрсек, кроссовка киіп. Бізді танымайтын адамдар көріп, мына кісі кім десең, спортсмен ба біреу деп ойлауы мүмкін. Бірақ орамалды көрген кезде ғұламалар айтқан, мен мұсылманмын, мен Құран мынау деп көшеде орамдатып жүретін қыздар солар деп айтқанда ғұламалар. Яғни сол Құранды басына жауып алып, Құрандағы айтылған аятта жаңағыдай шоуға қатысу оның бар енді білімсіздік әрине, білместік. Алла кешірсін баршамызды, оны ескерту керек. Ондай жерге баруға болмайды. Орамал таққанында, тақпағанында. Өйткені ол өзінің үйленетін, жаңа айттық қой, неке тақырыбы сол ғой. Өзінің жол жорығы бар. Әр нәрсені өзінің жолымен бару керек. Енді ол жерде ертең жарайды, сол шоудың арқасында мүмкін біреу жер табысып жатар, мүмкін табыспай жатар. Табысып жатқанның өзінде жаңадай әуе бастағы ниеттері шариғат бойынша дұрыс болмағандықтан болашақта олардың отбасыларда дұрыс болу өте қауіп қатері бар. Бұзылып кету қаупі. Ертең бұзылып кетіп жатса, оған кім жауап береді? Сол шоуды ұйымдастырған адамдар жауап береді. Оларды қошеметтеп дұрыс болды дегендер жауап береді. Олардың анау істеп тұрғандардың ниеті сондай болғандар жауап береді. Бәріміз жауап береміз.